Бүгін қазақстандық бірнеше бұқаралық ақпарат құралдары Болат Назарбаевтың қайтыс болғанын хабарлап отыр. Сағат таңғы 9:28-де жүрек тоқтады. 23 минут ішінде реанимациялық шаралар өткізілді. Олар тиімсіз болып шықты делінген портал таратқан хабарламада. Ақпаратты Алматы қаласының орталық клиникалық ауруханасы растады. 2023 жылғы 13 қарашада сағат 9:51-де Болат Назарбаев ұзаққа созылған ауруынан кейін қайтыс болды делінген хабарламада. Тұңғыш президенттің баспасөз хатшысы Айдос Үкібай да желіде өмірден өткенін хабарлады. 71-ге қараған шағында созылмалы аурудың салдарынан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған інісі Болат Әбішұлы Назарбаев дүниеден озды, деп жазды Айдос Үкібай. Бұған дейін Болат Назарбаев ауруханаға жатқызылғаны хабарланған еді. Медициналық мекеме науқастың жағдайы туралы мәліметті емделушінің туысқандардың рұқсатымен ғана жария ете алатынын жеткізген.